Сабақтың тақырыбы Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің тұрақтары. Зерттеу сұрағы: археологтар Қазақстан жерінен тас дәуіріне жататын қандай олжаларды тапты? Біз бұл сабақта қазақстандық археологтардың тас дәуірінің зерттеулерін білеміз. Қазақстандағы тас дәуірін қазақстандық археологтар Хасан Алпысбаев, Алан Медоев, Жакен Таймағанбет, Артюхова, Виктор Зайберт, Валерий Волошин, Виктор Мерс, Андрей Астафьев және тағы басқалар зерттеген. Қазақстанда тас дәуірі ескерткіштерінің арнайы зерттелуіне 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы ықпал етті. Қазақстандағы алғашқы палеолит ескерткіштерінің ашылуы Алпысбаевтың есімімен байланысты. Ол 1950-1960 жылдары Қаратау маңында бөр қазған, тәңір қазған секілді бірқатар палеолит тұрақтарын ашып, көптеген еңбек құралдарын тапқан. Ғалым Қазақстандағы өзі ашқан тас дәуірі ескерткіштерінің хронологиясын анықтап, еңбек құралдарының жасалу ерекшелігін зерттеді. Ежелгі адамдардың қалай өмір сүргені жайлы деректерді ғылыми айналымға енгізді. Археологтар бірінші суреттегі құралдардың ерте палеолитте шамамен 1 миллион жыл бұрын жасалғанын анықтады. Медоев Батыс Қазақстан, Шығыс және Орталық Қазақстандағы ерте палеолиттік ескерткіштерді ашты. Майбұлақ, Шоқан Уәлиханов атындағы маңызды палеолиттік ескерткіштердің зерттелуі Таймағанбетовтің есімімен байланысты. Қазақстаннан табылған тас дәуірінің тұрақтарына бөр қазған, тәңір қазған, Шоқан Уәлиханов атындағы тұрақ, Қызылтау, Қошқорған, Шақпақ-ата, Ешкітау, Батпақ, Семізбұғы, Шүлбі және тағы басқалар жатады. Екінші суреттегі археологиялық олжаларды Астафьев Маңғыстаудан тапқан. Бұл артефактілер тас ғасырының соңғы кезеңдеріне мезолит пен неолитке жатады. Суретте қырғыштар, пышақтар, кескіштер, тескіштер, қыстырмалар, бұрғылар секілді еңбек құралдары көрсетілген. Археологиялық олжаның жасын анықтау әдістері. Археологтар табылған олжаның жасын анықтау үшін бірнеше әдісті қолданады. Соның бірі мәдени топырақ қабаттарына қарай жылды есептеу. Мәдени қабақ, ол қабатталған бәліш сияқты тереңірек қабаттан табылған олжаның жасы беткі қабатқа қарағанда көнелеу болады. Басқа да ғылыми әдістер қолданылады. Мысалы, көне олжалардың жасын анықтау үшін радиокөміртектік әдіс қолданылады. Осы әдіс табылған артефактінің 50-60 мың жылға дейінгі мерзімін анықтауға мүмкіндік береді. Ескерткіштердің жасын жануарлардың қалдықтарын зерттеу арқылы да анықтауға болады. Бұл палеонтологиялық әдіс деп аталады. Жарайсың. Өте жақсы.